Бүгін мен Ақтөбе қаласындағы Сақтаған Бәйішев атындағы ғылыми кітапханадамын. Кітапхананың кітап қорын сақтау бөлімінің жетекшісі Досмырзаева Латипа Қуандыққызынан сұхбат алуға келдім. Баршаңызға қайырлы күн. Мен Бейсенғали Іңкәр, Ақтөбе өңірлік Жұбанов атындағы университеттің бірінші курс студентімін. Бүгін өзімнің Латипа апайымнан интервью алуға келдім. Саламатсыздар ма? Қош келіпсіздер. Көп рахмет. Енді мен осы кітапханада істегеніме бір 36 жылдың көлемінде болды. Енді осы Ақтөбенің 90 жылдығы деп айтып отырмыз. Енді осы Ақтөбенің 90 жылдығы жан-жақтағы ойыл, шалқар, ырғыз мен етене байланысты. Енді мен ойылдан шыққан бір Әжібай би туралы, данышпан кісі туралы бір ойымда қалған бір әңгімені айтып берейін. Осы ойылдан енді Әжібай деген би шығады. Би кісі болған ғой, Әжібай деген. Сол кісі бір күні өзінің бір жақын досы мен араздасып қалады, Аралбай деген. Екеуі енді араздасып қалып, бір-бірімен көріспей кетеді. Біреуі Аралдың мына шетінде қалады, біреуі мына шетінде қалады. Содан бір заманда кезде жаңағы өзен тасып, екі өткел болады. Енді біреуі Аралбай өткелдің мына жағында қалады да, Әжібай өткелдің мына жағында қалады. Енді өткел бой алдырмай сарқырап ағып жатыр, бірақ екеуі бір-бірінен екі жақта тұрып қарайды. Сол қараған кезде бұлардың өздерінен бұрын екі ат бір-бірінен кісінесіп шұрқырасады. Сонда Әжібайдың ойына бір жақсы ой келеді. Бұл адам біз бір-бірімізбен мынандай кішкентай затқа бұлар ренжісіп қалып тұрмыз. Ал мына жануар екеш, жануардың өзі алыстан бір-бірінен танып кісінескені бұл қалай деп, жаңағы сол бой алдырмас өткелден атымен кешіп өтеді. Сонда өткелдің биіктігі жаңағы аттың жалынан да асып кетеді. Бірақ сол өткелді кешіп өтіп, жаңағы досына қарай жүзіп өтеді. Міне сондықтан да әр нәрсенің өзінің бір несі бар екен. Ол аңыз дегенмен де, не дегенмен де, ол осы бізге ұрпаққа бір жақсылық несімен қалатын тәрбиелік мәні бар екен. Әжібай деген кісінің сондай бір әңгімесінен кейін жақсы ойда қаласың. Бұдан да көп айтуға болады. Енді мен тек қана осы қысқа ғана нені сіздерге айтып беріп отырмын. Рахмет апай, үлкен сізге.